Ассалаумағалейкум достар. Бұл мен тағы да Еркебұлан. Бұл Android Games каналы. Және де бүгін біз тағы да хоррор ойын ойнайтын боламыз. Бүгін біздің ойнайтын ойынымыздың аты The Fair деп аталады. Бұл ойынды мен көрдім, бәрі қорқынышты деп айтады. Сонымен ойнап көрдік достар бірге. Oyunun grafası kım келіп жатыр. Менің әйел бала шағам бар екен. Күнде өзіміз керемет музыкамен, керемет жиықта үйімізге баратырмыз қуанып. Әйелмен, бала шағаммен қандай керемет. Міне әйелім отыр, міне. Что случилось? Где моя дочь Сирена? Қызым менің әйелім мен қызым қайда кетті деп сұрақ қойып жатыр. Және біз қаяққа келеміз өзі? Сыртта бұзылған машиналар ма? Ағаштар, жан жақта өте тұманды. Жаңа ғана бір керемет әйелім бала шағам отыр еді. Енді мен біреуді көрдім. Привет. Куда она пошла? Қорқыныш басталған сияқты достар. Я должен идти домой как можно быстрее дейді. Әрине үйіңе бар тезірек. Мүмкін сен өзің машинада жалғыз келе жатқан шығарсың. Бір әйелің мен бала шағаң құр көзің елестеген шығар, әйелің өткен шығар сені шаймен күтіп. Неге есік ашық дейді. Черт, электричество отключено. Черт десе черт екен я достар. Үй тас қараңғы, қазір 1 минут күте тұрыңыздаршы, настройканы жөндеп алайын. Так. Достар, бәрі жақсы. Біз үйдеміз. Үйімізде свет жоқ. Мен уже қорқып тұрмын достар. Мынау не мүмкін свет қосуға болады шығар, мен көрейік. Жоқ, ол телефон екен. Управлениясы өте ыңғайсыз екен, бірақ та ойнауға болады. Так. Мына жақта мен қызым мен бала шағам күтіп отыру керек болған шығар, бірақ та ешкім жоқ. 2-ақ тарелка тұр. Маған тарелка қайда? Достар, уже дауыстар естіп тұрмын. Мына холодильникте ма тарс еткен бір нәрсе, қай жерде тарс еткен білмеймін. Қазір холодильникті ашыламын екен. Жоқ, холодильник ашылмайды. Күн шкафта бір нәрселер бар шығар. Жоқ достар, шкафта да ештеңе жоқ екен. Шкафтар да ашылмайды екен. Жарайды достар. Көрдіңіз бе, ана орындықты біреу құлатыпты. Или өзі құлады ма, жаңа тақ еткен осы орындық қойдым. Так. Свете жанып тұр мына жерде. Управление өте қиын екен достар. Жарайды, қолым үйренеді шығар ақырындап. Сонымен біз үйге келдік. Үйде свече жанып тұр. Тоқтай тұрыңыздар достар. Мен ойынның управлениясын өзгертіп көрдім, мүмкін сол кезден ыңғайлырақ болады шығар. Енді кішкене ыңғайлы болып қалған сияқты, бірақ та бір нәрсе шағылды, жаңа көрдіңіздер ме? Мына үй бір жаңа үйге ұқсамайды екен. Ескі үй. Мына жерде кукла.
кукланы ала алмайды екен. Мына жерде не деп жазылып тұр? Ты ищешь свою новую жену и дочь. Жаңа саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің әйелім мен қызымды көрген жоқсыз ба? Маған қарады, жүгірмейтін шығарсыз деген ойдамын. Салам. Салам. Көріп тұрасыз кетпейді екен. Сіз кімсіз мен үйімде жүрген? Достар, сіз кімсіз, шығыңыз мен үйімнен деп мен үш нөмірде барар едім. Қалжың айтамын, тек қана былай ойында ғана істей аламын, үш нөмірде мен үйге де кірмейтін едім деп ойлаймын өзім. Полиция шақыратын емес, сразу үш нөмірде. Иә достар, мына есікті мен ашқан жоқпын, өзі ашылды. Ей, ашыңыздар. Бұл есік емес екен, жалған. Қай жек? Ей, кім бұл? Жаным? Сен ба? Деп мен айғайлайтын едім үш нөмірде. Так, если вы их ищете, идите в подвал, дейді. Кім маған өйтіп айтып атқан? Подвалға бар, дейді. Кім өйтіп жазып кетті екен бізге? Барсақ барайық бізге. Тезірек табайын баламен. Міне подвал деп как раз жазылып тұр екен. О, дверь заперта, ключ должен быть наверху, дейді. Кілт үстіде болуы мүмкін, дейді. Енді үстіге барайық біз. Кілтті табайық, тезірек. Мынау неге шықпай жатыр? Достар. Вот, шықпай жатыр. Ойынның управлениясы кішкене қиындау екен. Неге шықпай жатыр, түсінбеймін. Әрең шығады екен. Басып жатырмын. Бүгін аспанға қарап шығу керек шығар, жоқ. Неге тұрып қалдық біз? Шықса шық. Достар, шықтым әйтеуір. Бір нәрседен құрсын қашпай қойын, әйтпесе мен тез ұсталып қалатын сияқтымын лестницаға тұрып. Мына жерде солай әлі өзгеріс жоқ, бәрі. Мына есік жаңа ашық тұрды ма, или жабық тұрды ма, соны түсінбеймін. Так, мына жақта әлі сол жазу. Мына есік компьютердің клубқа ұқсайды екен, өзі екі компьютер тұр мына жерде. Может, мүмкін үйінде компьютердің клубы ашқан шығар мына жігіт. Екі компьютер тұр. Кімнің дауысы, достар? Я вернулся, дейді. Кім екен ол бізге вернуться еткен? Құрсын шығайық бұл жерден. Шынымды айтсам, үйді аралағым келіп тұрған жоқ, тезірек көтерілейікші. Кілтті тауып подвалда мүмкін шын әйелімізбен бала жағымыз отырған. Тағы да тұрып қалдым. Лестницамен шығу өте бір қиын сияқты. Ойынның багы деп ойлаймын бұл. Жарайды. Мән бермей қойық. Кірдім есікке. Достар, ойын өте қорқынышты екен. Және графикасы да керемет екен. Мына есіктен көрейік. Не деген дәу үй, осы американшылардың үйлері не деген дәу болады. Достар,
Сіз неге төсектің астына жатсыз? Бля. Радио өшіп. Достар. Біздің алдында ойнаған ойындардан қорқыныштырақ және графикасы күштірек екен ойынның. Достар. Кімнің духы түсінбедім мен, жаңағы әйел кім екен? Не үшін бізді өйстіп? Не үшін бізге өйтіп қорқытып жүр екен? Не үшін әйеліміз бен бала шағамыз жоғалып кетті? Кім алып кетті? Бұл бәрін білуіміз керек. Мына мен түсінгенімше ванна. Кіріп көрейік. Қаяқтан шығып жатыр бұл дауыстар? Туалетте ме? Туалеттен әйтеуір біреу ешкім аты шықпады. Так, раковинада бір нәрсе бар шығар, жоқ, түк жоқ екен. Бұрылайық. Алдындағы ойындардағыдай резко бұрыламаймыз бұл ойында, өйткені өзінің управлениесі сондай екен ойынның. Мына ойыншы өзінен өзі құлап түсті. Біреу итерген жоқ, жай желден құлап түсті деген үміттемін. Қызымның ойыншығы шығар мүмкін. Так, мына бөлмек. Менің үйімде неге отырсыз өзіңіздің үйіңіздегідей, а? Мен қазір полиция шақырамын ба, әйелім қайда? Біреу коридорда келе жатқан сияқты бізге. Анық естіп тұрмын. Кім бар? Мына ойын өте өзі. Управлениесі бір түрлі екен, ақырын бұрылады. Бұрылғанша тура түсіп қоя жаздаймын. Так, мына гитара. Гитараға түк істемейміз. Жаңа ғана мына жерде отырды ол әйел оңбаған. Пианинода ойнай аламыз ба, көрейік достар. Жоқ, пианинода ойнай алмаймыз біз. Әке деген дауыс естіп тұрмын. Құдай-ау. Достар, не болып кетті? Достар, біз жаңа ғана мына қорқынышты әйелмен сүйістік. Достар, мен не істеу керек екенін түсінбедім. Ана экранды тапыт ету керек па, или басып ұстау керек па? Сол үшін өліп қалдым. Жарайды, ештеңе қылмайды, басынан бастап көрейік. Так, біз қай жердеміз? Бәрі басынан басталды, достар. Кешірім сұраймын сіздерден. Енді өлмеуге тырысам. Біз үш қорықпаймыз. Бағана бұлай болмайды екен. Достар, сіздер бәрін қайтадан көрмей қойыңыздар. Мен қазір пауза қойып, тура бағанағы жерден қайтадан бастайтын боламыз. Достар, мен қайтадан тура сол жерге келдім. Қазір бізге шифонердің ішінен ана әйел атып шығады. Дайын болыңыздар, мен дайынмын, кеттік. Басып тұру керек екен, достар. Тағы да сүйісіп жатырмыз біз.
Иә достар, мен тағы да өліп қалдым, кешірім сұраймын. Қазір қайтадан тура осы жерге келетін боламыз. Тағы да коридордағы дыбыстар. Біз тағы сол жердеміз. Енді точно өлмеймін достар. Қазір бұл бөлмеге кіреміз. Біздің қызымыздың дауысы шығып жатыр әне. Кел екен. Кел бізге. Мама екеумізді кеп алып кет деген дауыстар. Так, мен дайынмын. Бері кел бері. Сүйсік. Оу. Мына қараңыздар, мен өлген жоқпын. Ешкім шифонерден шыққан жоқ. Міне керемет, керемет. Жарайды, рахмет әнші. Достар. Мына әйел әбден құтырған екен, бізді мазақтап жүр, көрдіңіздер ме? Мен ондай мазақтық көтермеймін, бері кел бері. Ешкім жоқ. Не деген дәу үй. Мына қараңыздар. Бұл коляска өзімен өзі сүйрейді. Достар, осы жол реально қорқынышты болды. Өкінішке орай әлі түсінбей жатырмын. Экранды тапыт ету керек па? Қазір енді мен тапыт етіп көремін экранды. Кешіріңіздер, қазір қайтадан бәрін басынан бастаймыз. Достар, мен тағы да жаңа жерге келдім. Міне коляска. Мүмкін қазір тағы да бұл жерден жүгіріп шықпай шығар, мүмкін қазір тағы басқа жерден шығады шығар, көрейік жарайды. Міне шықты, экранды тапыт етіп жатырмын. Иә достар, экранды тапыт ету керек екен. Достар. Әйтеуір үйрендім, кешіріңіздер. Бірінші рет ойнап тұрмын бұндай ойындарды, сондықтан кішкене қиыншылықтар туы мүмкін. Ана ел құр кеткен жоқ, біздің қолымызды тістеп алып бірақ кетті оңбаған. Ты оставил меня в больнице дейді. Достар, мен ойынды түсіне бастаған сияқтымын. Мына жігіт бұрында машинамен бір әйелді қағып кетіп, одан хал жағдайын сұрамай қағып кеткеннен кейін ол сол жерден қашып кеткен ғой деймін. Одан кейін ол әйел больницада қайтыс болып, міне бізді кеп бізден өшін алайын деп жүрген шығар деп өзім ойлап тұрмын, достар. Енді ол жағын аяғында көреміз. Мынау қызымның бөлмесі сияқты. Мынау вообще біздің үйіміз, мен соны түсінген жоқпын. Мына ойыншықтың көзінен өзі жыбырлап тұрған маған ұнап тұрған жоқ. Мына музыкада маған мүлдем ұнап тұрған жоқ, достар. Кілт па? Вот ключ, я должен идти в подвал и найти своей дочери Сирену. Ес, біз кілт таптық, жаңағы подвалдың кілті сияқты. Алдым. Мына шкафтар ашыла ма? Жоқ, ашылмайды екен. Артында ешкім жоқ. Мынау өте баяу ойын екен. Бұрылғанша артымда біреу тұрма деп ойлап қала берем. Ана жаққа барамыз ба, или сразу подвалға барамыз ба, достар? Жарайды, подвалға емес, бірінші мына жерлерді көріп шығайық, мүмкін жақсы сәттер табатын шығармыз. Не дегенмен ер жігітпіз ғой. Қай жерде ашылды мына есік? Немене
Құрсын, мен достар ол жерге бармаймын, лучше сразу кеттім подвалға кестім. Келе жоқ. Барып көре салайын достар. Ақыры жүрміз. Барып көрейік. Бәрібір ештеңке жоқ екен достар. Міне зато біліп алдық. Бармасам білмейтін едім. Мына кітаптарды аламайды екенбіз достар. Мына есікші әлі ашылмайды. Біреу пітірк етіп жауып алды, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Мына жерде тағы да бір бөлме бар достар, сол жаққа барып көрейік. Бір жазуды көріп тұрмын мына жерде, барып оқи. Посмотри назад дейді достар. Арт жаққа қара дейді достар. Мен не саған қара дегенде қарай салатын жыным ба? Мен артпен жүріп. Достар, артпен жүре алмайды екенмін, артпен жүріп кетейін десем қарауға тура келетін сияқты. Достар, арт жағында да стена. Кіріңіз дейді. Боишься деп. Қорқасың ба деп бізге сұрақ қой. Мен не қорқатынсың деп қатынмын ба? Достар, үйтіп атып шықса любойдан қорқады деп ойлаймын. Так что мен қорқақ емеспін, кірдім, жігітпін мен. Енді кете берсем болады шығар. Достар. Достар. Құрсын тезірек подвалымызға барайық. Мына Аюшыл жатқан жерінде жатыр. Мына бөлімдерге кіріп көрдік. Құрсын, мен ештеңкеге қарамайым, кеттім сразу подвалға. Ну и нафиг. Так, подвал мына жақында. Достар, өте қорқынышты ойын екен. Черт, электричество отключено дейді. Досым, бағанан бері өшіп тұр электричество. Тағы да сіз ба? Немеге қарап бір сөйтіп маған, тағы сүйіскіңіз кеп тұр ма? Өз үйіңде жүрсің ба, үйтіп ақырын жап есікті. Подвал дейді. Достар, видеоны көргендеріңізге рахмет. Пауза қойыншы құрсын. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Ойын өте қорқынышты екен. Подвалға ертең кіреміз, достар. Ертеңгі екінші серияда жолығамыз. Ойын ұнады сіздерге, видео ұнады деген ойдамын сіздерге. Жарайды, ертең подвалда кіріп, подвалда әйеліміз бен қызымыз шын бар ма екен, соны білетін боламыз. Лайк басыңыздар видеоға, каналыма.